Армысыздар, қадірлі көрермендер, сіздермен Дулайф бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушісі мен Виктория Ли. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ерекше балалармен жұмыс, маманның тәжірибесі мен кеңестері туралы. Бүгінгі қонағымыз Арай медициналық орталығының дәрігері, невролог, эпилептолог, цефалголог, паркинсолог, нейрофизиолог Төкебаева Динара Мұратқызы. Қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп, студиямызға келгеніңізге рахмет. Енді бірінші қояр сізге сұрағым, бұл мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Саламатсыздар ма? Рахмет, осындай үлкен телевиденияға шақырып сұхбат алуға. Осындай тақырып ауқымды, иә. Менің дәрігер болуыма себеп, яғни кішкентай кезімнен, негізі мектеп кезімнен медицина бағыты өзіме жақын еді. Өзімнің туыстарым болатын, мүмкіншілік шектеулі жандар. Оларды кішкентай кезімнен емдеймін деген сондай арманмен, сондай мақсатпен өзіме алдыға сондай мақсат қойдым. Сосын мектеп бітірдім. Мектеп бітірген кезде менде мектеп кезінде еще физика саласы ұнаған. Но больше биология жақын болғаннан кейін биологияны таңдап, сөйтіп медицина саласына түстім. И түсетін алдында сіз айтып отырсыз, қазір менің мамандығымда, дәрігер деп ауқымда айтады ғой, бірақ та ол бөлінеді. Кардиолог, эндокринолог, соның ішінде невропатолог. Мен медицинаға вообще университетке түсетін кезде, мен уже сол кезде таңдап қойған мамандығым болған. Осы невролог, әсіресе эпилептолог, жаңағы ұстамаларды өте қызық, ауқымды тақырыптардың осындай сырқаттармен көп келеді қазір. Енді осы салада қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатырсыз? Бұл салада мен 8 жыл жұмыс жасап жатырмын. Бірақ егер медицинаның табалдырығын аттаған уақытта айтатын болсам, 20 жылға таяп қалды деп айтса болады. Ал енді қандай жаңағы диагноз бар, балалармен сіз жиі жұмыс жасайсыз? Қандайлармен көбісі келеді? Көбіне невропатолог болғандықтан бізде мүмкіншілігі шектеулі ДЦП деп айтады ғой. Сондай диагноздар көп келеді. Балдармен ересектерді де қараймын, кішкентай балдарды да қараймын. Соңғы жылдары осы өмірімнің 3-4 жылын өзіме қызықты, ауқымды және де толыққанды емі бар. Бірақ та оның түрі бар, ұстаманың, эпилепсия деп айтады ғой. Сол эпилепсиямен жұмыс жасап жатырмын көбіне. Және де сол исследование жүргіземін, электроэнцефалография, нейрофизиолог болып табыламын. Көбіне осы эпилепсиямен. Жаңағы мүмкіндігі шектеулі ДЦП пациенттерде көбіне бастапқы өмірінде ұстамалар болмайды, бірақ та мидың өзгерісіне байланысты қосымша симптоматикалық түрде эпилепсия диагнозы қойылады. Сол кезде сондай пациенттер келеді, келмейді емес. Ол енді осы ерекше балалармен жұмыс істеуде басты айырмашылық неде өзгелермен салыстырғанда? Былай айтатын болса, күтім ол жанұядан көбінесе қажет. Жанұяға қиын негізі. Ата-анасы, және де бізде негізі менталитет, ондай мүмкіндігі шектеулі жандарды көрсе, үрейленіп, қорқақтанады көбінесе. Бірақ олар кәдімгі адамдар сияқты өмір сүргісі келеді, және де сөйтіп қабылдаса деген ойда. Бірақ та бұл шетел ненің қарасақ, Америка, Еуропаны қарасақ, мүмкіндігі шектеулі жандар бірдей деңгейде басқа адамдармен жүреді. А бізде более қорқақтаймы, адамды айтса, жалпы халықта, дәрігер ретінде барлығына бірдей қараймыз. Ондай бөліп жарып, ондай жоқ. Ал диагнозы бар осы балалармен қандай қарым-қатынас жасау керек бұларға? Сөйлескенде нені ескерген жөн? Егер диагнозы толыққанды қойылса, диагнозға сәйкес түсіндіру керек, қандай диагноз, қандай еммен көбінесе айналысу керек бізді. Не жасау керек, не жасамау керек, толыққанды айту керек. Және де ауырып жатқан кішкентай балаға біз түсіндіріп айта алмаймыз, Бізде кішкентай баламен жұмыс жасасақ, біз ата-анасымен бірге жұмыс жасаймыз, есе. Яғни оны ата-анасына түсіндіру керек. А кішкентай бала, сіз айтып отырсыз, жаңағы мүмкіндігі шектеулі, ол бала өседі ғой, ерте ма кеш пе. Сол кезде түсіндіргенше, түсінігі болса, түсіндіру керек. Түсінігі болмаса, яғни жанында қамқоршы ретінде ата-анасы немесе бауырлары соларға көбінесе толыққанды түсіндіру керек. Енді диагнозы осы бар балалардың ата-аналары қандай қателікті ең жиі жібереді балаларына қатысты? Диагнозды қабылдау қиын ғой өйткені. Сол бойынша уақытты көбінесе создырып алады. Бір дәрігерден екінші дәрігерге. Ата-ана ретінде ол дұрыс, өйткені әр дәрігердің ойы әртүрлі болуы мүмкін.
но барлығы бір салада жүргендіктен емнің барлығы бір протокол. Кейбір ата-аналар ол диагноз өте қиын болғандықтан сенбейді, оны принятие қиын, то что оны қабылдау. И сонымен уақытты жоғалтып алады. Көбіне сол. Сіздің емдеп жатқан балалардың ішінде аутизмі бар балалар бар, Сол аутизмі бар адамдармен жұмыс істеудің қиындығы бар ма? Қандай қиындықтар болады, кездеседі? Бізде қазіргі заманда бір жағынан қуанатыным, ол доступность. То, что шетелге бара алады. Көбінесе ата-аналар шетелдік медицинаны қарайды. Турцияға барады, Индияға барады. Жанымызда тұрған Ташкентке барады. Бірақ та қайтадан келеді бәрі де. И ем барлығы бірдей екен деген құрдан құр ақша. Но ол бір жағынан ата-ананың іштегі мен істемедім деген өзінің кінәсін, немесе сезімі, соны басады толыққанда деп айтса болады. Аутизм мен негізі аутизм деген ол бізде психолог, дәрігерлері қосымша, оны невропатолог негізі емдемейді аутизмді, былай айтатын болсақ. Невропатолог егер аутизм кезінде мида өзгеріс болса, біз қосымша бере аламыз. Негізі ол басқа мамандардың қарамағында болады көбінесе. Аутизм туралы айтатын болсақ, бізде қазір прям модада, в тренде болатыр. Аутизм, ЗПР, ЗРР деген задержка речевого, психомоторного развития. Яғни бұл кезде аутизм кейбірлерде жаңа телефон бізде гаджеттар көп қой, кішкентай балдарға беріп қоямыз. Ата-анасы көбінесе енді оны кінәлау тоже дұрыс емес, но кішкене 1-2 сағат тыныш отырсын деп береді. И содан кейін аутизмнің расстройство психомоторного развития болуы мүмкін, уақытша болады, но потом нормализоваться етеді. Бірақ та истинный аутизмдар ондай көп емес. Көбінесе жаңағы уақытша қойылатын аутизмдар бар, жоқ емес. Сіз осы салада көп жұмыс істеп келе жатсыз ғой енді. Бұл жұмыста сізде психологиялық тұрғыдан әсер еткен кез болды ма? Жаңағы өзіңізде іштей бір балаға бауыр басып, немесе керісінше сізге кері жағымсыз сезімдер, мысалы осы жұмыста жұмыс істегіңіз келмей, көргіңіз келмей, мысалы сондай сезімдер болды ма? Жоқ, мен мамандықты саласын таңдағаныма өте қуаныштымын. Неврология деген өзі өте қызық және қиын. Және де күннен күнге қосымша ауруларды емдейтін емдер, публикациялар бар да, мысалы әлем бойынша, доказательный медицина бойынша. Ондай күн болмапты, мен бұл пациенттен кері не алдым дегенде. Керісінше, кейбір кезде өзіме кінә тағамын, неге мен көмектесе алмадым. Бар пациенттер дежурство кезінде қайтып кеткен. Ол кездері бізге қатты стресс болады, болмайды емес. Немесе көреміз диагноз әдемілеп қоя аламыз, бірақ та оның емі жоқ әлем бойынша. Ата-ана үміт артады бізден, біз көмектесеміз. Сол кездері өзіміздің әлсіз екенімізді түсінеміз. Бізде медицина даму үстінде. Көп нәрсеге көмек бере аламыз сол жағынан. Қиын кездерде сіз қалай осы сабыр сақтап, қайттан күш жігер ала аласыз өзіңізге? Бізде медицина саласында коллегаларымыз бар. Бізде адамбыз ғой, тірі жанбыз. Бізде де өзімізде әлсіздіктер болады, болмайды емес. Көбінесе медицина саласында тревога, депрессияға ұшырап ататын дәрігерлер болады. Өзіміздің коллегалар болмайды емес. Бізде антидепрессанттар ішеміз, ішпейді емес. Психологтарға барамыз, бармайды емес. Психотерапевтке барамыз, психиатрмен жұмыс жасаймыз. Болады ондай. Эмоционалдық күйіп кетуге. Бар ондай. Сол эмоционалдық толыққандай тежелу болмау үшін алдын аламыз осындай дәрежеде, соответственно. Бір баламен жұмыс істегенде нәтижені қашан байқауға болады? Алғаш қашан байқайсыз? Қанша уақыт кетеді бір балаға мысалға? Ол қандай диагнозға байланысты ғой, қандай сырқаттың түріне. Егер бір жағынан кішкентай балдарды емдеу өте ыңғайлы и оның динамикасын тез білсек болады. Дұрыс диагноз, дұрыс ем болса. Үлкен адамдарда көбінесе уже хронический, запущенный процесс кезінде келеді. Ол кезде толыққанды көмектесу болмайды десе болады. Как-то процентное соотношение көмектесе аламыз. Вот кішкентай балдарда дұрыс ем уақытылы берсе, эффект бір жоқ дегенде 80-85%-ке көрсек болады, соответственно. Жаңадан келе жатқан жастарға, дәрігерлерге, осы салаға мысалға невролог деп жатсыз ғой, нефрофизиолог. Соларға қандай кеңес берер едіңіз негізі? Осындай мамандыққа түсіп жатқан. Бұл мамандыққа түскенде де оқу оңай емес, алғашқы 3 жылда.
азаннан кешке дейін оқыдық. Сол 3 жылда шыдап төтеп беру керек. Бірақ та бізде өзіміздің курстастарымыз, одногруппниктарымыз бар, которые бітірді, дипломын алды, бірақ та ары қарай жұмыс жасамады. Бұл жақта түсетін кезде медицинаға іштегі дүние қалауы болу керек адамның өзі. Мен осы менің салам дегенде. Мысалы, қазір біз медицинадан кетсек, медицинадан басқа түк білмейміз, жасайтын жұмысымыз жоқ. Және де пациент келді, сіз айтпақшы, ем алды, менде пациенттерім бар, жай әшейін келеді, чтобы рахмет айту үшін. Менде жақсы болды, рахмет. Вот сол кезде ойлаймын, шаршадым, кетейін ба осы медицинадан, либо демалайын ба деген кезде ойлайсың, жоқ, мен дұрыс бағыттамын, ары қарай күш қуат осыдан аламыз. Мотивация аламыз содан. Ерекше балалар қоғамда қандай қолдау қажет деп ойлайсыз? Мемлекет тарапынан болсын, жалпы қоғам, кәдімгі адамдардың қандай қолдау қажет деп ойлайсыз? Ерекше балдарға қосымша курстар жүргізген дұрыс ау. Көбінесе эпилепсиямен ауыратын, мысалы, несі шектеулі, инвалид пациенттер бар, науқастар. Көбінесе сол эпилепсиямен ауыратын науқастарға көп нәрсе шектеулі, реабилитацияда берілмейді. Мысалышы, соны тоже қолға алса жақсы болатын еді деп айтатын едім. Және де мүмкіндігі шектеулі адамдарға бір Тараз қаласында, басқа қалаларда бар, үлкен қалаларда, Алматы, Астанада. Тараз қаласында да бар, бірақ та ондай үлкен ауқымды емес. Сондай бір кружоктар ашылса, қосымша сол адамдарды біріктіретін, сондай жақсы болатын ба еді деп ойлаймын. Мейрамдарда қосатындай ол балдарды біз шекте емес, біз біргеміз, біз сияқты адам бар дегенде. Олар как-то көргенде, олар ойлайды, мен ғана сондай, мен мүмкіндігі шектеулі адамдарды, ол мүмкін қолы аяғы жұмыс жасамайды, бірақ та оның басқа сезім мүшелері немесе басқа памяти наоборот жоғары болуы мүмкін да, керісінше деп айтатын едім. Ол мүмкіндігі шектеулі емес, ол ерекше адамдар. Ерекше адамдар деп. Енді эпилепсиямен деп жатыр, ауыратын адам. Ол қол аяғы дірілдеу, мен түсінігім бойынша. Қол аяғы дірілдеу деген дірілдің бәрі эпилепсия емес, эпилепсияның түрі көп, приступ бар. Приступтың түрі бар. Соның ішінде эпилепсия. Эпилепсия деп айтамыз жалпылама түрде. Бірақ та эпилепсияның өзінің 200-ден астам түрі бар. Бұлай айтатын болса, және де кезінде пациент, науқас есін тану, жоғалтуы мүмкін. Бар приступтар, әшейін бітіп селкету. Ол приступтың бір түрі, басқа түрі, Немесе түнде ұйықтап атып, аяғы селкетуі мүмкін. Ол приступтың басқа түрі дегенде түрі көп. Дірілдің тағы да дірілдеуі мүмкін әшейін қолы, ол эпилепсия емес. Ол діріл басқа аурулар. Мысалы, дірілді көбінесе ойлайды Паркинсон ауруы деп. Бірақ барлық дірілдің барлығы Паркинсон емес. Оның да түрі бар. Бізде то, что хорошо, опять же, біз бұрында неврология үлкен терапия сияқты үлкен бағыт болатыншы сала. Бірақ та қазір ол бағыттарға бөлінген. Мысалы, неврология, тармаққа. Эпилептология, эпилептолог, сіз менің немді айтыңыз ғой, паркинсолог, дірілмен, бас аурумен айналысатын бөлек сала бар, неврология, цефалгология дейді, цефалголог, мигрень дегендермен. Немесе вертебролог, мойын, бел ауырады, соответственно, сөйтіп бөлінеді. Деменциямен жаңағы памяттің төмендеуімен айналысатын бөлек жаңағы мамандар бар. Неврологиядан тарайды, Но біз енді оқығандықтан медицина саласында біз барлық нені бағытты білуіміз керек. Және де бізде басқа науқастар басқа шетелге бара алады. Біз сол тарапты бұрында тек СНГ страналарда, мемлекеттерде оқу, тәлім алсақ болатын еді. Біз қазір Америка, Европаға барып, солардың медицинасын қарасақ болады. Қандай деңгейде, біз солардан үйренсек болады дегенде. Бізде, мысалы, Европа нелерден тәлім табақ алғанда, оказывается, біздің Қазақстан тоже деңгейіміз жаман емес екен. Біз өзіміз просто не істемейміз, не ценим, қабылдамаймыз. Шетелдікі жақсы деп қалыптасып кеткен ғой бізде. Енді қоғамда осындай жиі нәрселер алады ғой, эпилепсиямыз көремді, бір жерге мысалға құлақ қалып, дірілдеп жатып, жаңағы бір әртүрлі енді қимылдар көріп жатамыз. Соны көргенде не істеу керек? Алғашқы көмек, қандай көрсету керек? Приступты көргенде адам баласы ойлайды, тілін жұтып қояды, сөйтіп қасық салады жаңағы аузына.
тіліне, сөйтіп тістері сынады. Жоқ, иә, ұстама кезінде қатты болады барлығы, но бір иықпен, қай иық болсын, оң болсын, сол болсын, бір иықпен жатқызса, аузында егер ешқандай заттар болмаса, мешать ететін, чтобы дем алуға кедергі жасайтын да, онда ештеңе жасамайды. А егер кедергі жасайтын заттар болса, алып тастау керек, бір иыққа жатқызу керек, уақытты засекать етіп, сөйтіп сразу скорыйға шақыру керек. Бірақ, то, что хорошо, көп приступтар эпилепсиямен ауыратын да ұстамалар, ол өзінен өзі біраз уақыттан кейін, кейбіреулер секунд, кейбіреулер минут, біраз сағатқа дейін жетпейді көбіне. Бірақ бар түрлері статус ретінде келеді. Статус ол 30 либо 1 сағат скорый келіп дәрі салмағанша басылмайтын ұстамалар бар. И приступ кезінде көбінесе қайтадан басы соққы алмайтындай дұрыс жерге жатқызу. Енді осы технология қазіргі кезде дамып жатыр ғой бізде. Болашақта бұл сала дамиды деп ойлайсыз ба? Енді дамыса қандай жағынан, мысалы, ерекше балаларға қандай көмек келеді деп ойлайсыз осы даму жағынан? Даму жағынан медицина бізде әлі дамып жатыр, даму үстінде. Болашақта біз мүмкін баланың мамасының ішінде құрсағында болған кезде сол деңгейде алғашқы айларда, алғашқы аптада уже патологияны анықтап, сол кезде может көмек береміз деген үміттемін. И бізде қазір дамыған доступны МРТ барып түсе салады. Мысалы, басқа шетелде ондай доступны жоқ. Біздің Қазақстанда это доступно прям. И бағасы да өйтіп айтатындай аса қымбат емес та. Сондай диагностикалар кезінде дұрыс алдын ала анықтаған кезде аурудың түрінде сол кезде ем тағайындалса болатын еді. Алғашқы болашақта да деп ойлаймын. Әрине, бұл сала, неврология саласы дамиды. Даму үстінде. Қайта-қайта бір нәрсені айтқаным. Расында, неврология 10 жыл бұрын бізде, мысалы, мен қазір ЭЭГ-да отырам, да, электроэнцефалография, ол, мысалы, мидың өзінің жасына, сол адам баласының, мысалы, 20 жаста, 20 жаста мидың функциясы сондай деңгейде сол жаста қазіргі адамның миының дамуы сол жаста ма, жаста емес пе, соны қараймыз. Электроэнцефалография. Ол 2090 жылдары тек 15 минут түсірілетін. Қазір болса сағаттап, күндеп түсірсе болады. Это намного прям развитие, да, даму. 10 жылдың ішінде. Ол зиян келтірмейді. Ол УЗИдан да безопасно былай айтатын болсашы. Также МРТ. Басында МРТ шыққан кезде 2005-2006-та оның өзінде КТ болатын. Қазір МРТ-ның түрі бар. Классың выше, да? Мысалы, iPhone мен бұрында Nokia ондай вау емес еді, несі пикселда, несі үлкейтегенде, фокустар кішкентай. А iPhone-да қазір қарасақ жылдан жылға дамиды, да? Также МРТ. МРТ-ның Тесласы тоже жоғары. Тесла как жоғары, бізде миды қарасақ кішкентай нелері бар, аймақтары бар. Әр аймақ өзінің несіне отвечать етеді, жұмысына. И, соответственно, егер қаншалықты деңгейі үлкен, и біз соншалықты кішкентай деңгейде нано уровеньда біз қарасақ болады, бұзылыстарды, да? Вот, насчет этого. Енді осы сұрақ бізде соңғы сұрақ етін. Динара Мұратқызы, сізге жұмысыңызға жетістіктер мен сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз тәмамдады. Сіздермен болған Виктория Ли және Динара Мұратқызы. Келесі кездескенде сау болыңыздар. Рахмет. Audio Jungle.